Вақыт шерифлерiniz hayırlı olsun, урметлі достлар. Бүгін апрельнің 7-сі жұма күні біз сізлерге Украина хақында тариф етеміз. Авропа бірлігі Украинаға 600 миллион евро мегдарындаки макро-малиеви ярдымыны берді, деп білдіре президент Петро Порошенко. Сесечінің айтқаны кебі бұл ярдым ислатларын кешафының танылмасы ве Украина денашывлеріне қол тұтылмасыны таздықлай. Бұның еле о Авропа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер ве президент Мовені Валдис Домбровскийге макро-малиеви ярдымлары үшін минетдарлығыны білдірді. Бұл Авропа бірлігі тарафындан берілген екінші одунчтар. Қырым Украинадар мемлекетінің Қытайы қысмында яшаған ватандашларының аман-аман 90% бұ фикердедір. Умумен 77 мескүн ерде яшаған бин инсанны сораштырдылар. Ярымада қайтарылмасының стратегиясы ақында мұхберлеріміз огренді. Қырымның қиын меселесі ве украинлерінің шубесіз жевабы. Ярымаданы мемлекетінің қытысында яшаған секенлерінің 86% қайтырмаға істей. 60% қайта жығына инана. Бұл хабер саясетін әзірлігінің арыштырмасының нәтижелерідір. Дуже важливо налагодити ці... Екі тарафлама мұнасибетінің тікленмесі пек мұйымдыр. Бір шені еткенімізден сон жеметке әнді бойле олажақ демейікді. Акемие жемиетіні ділінемек керектір. Бір ерде анлашмамызлық олса егер, инсанларының бізге айтмаға істеген лафына құлақ асмаға лазым. İnsanlar ayta, Yaramadanın 3 yıllık işgali devamında Kırım unutulmağanını ve onun kaytacığına umut juyulmağanını hakkında ayta. Kırımda ise Rusya terkibinde olacak parlak gelecekке işançandı bayağı songendir. Якщо говорити про проросійських мешканців Криму. Kırımның Rusya tarafını tutkan sekinleri hakkında aytacak olsak, onlar başta Rusya kelsi her şeyden işer degen hayalları içinde yaşaydı. Sovet Birliği'nin gayrıdan kuruculuğuna umut etken ediler. Ama sonunda beklenilmegen pervasız bir hakikatga rast keldiler. Fakat bunu açıktan aytmağa korkarlardı ve bu bugünkü Kırımның esas tendensiyalarından biridir. Meyiller ve cemiyet fikri Kırımның informasyon reintegrasiyası temelinde duracaktır. Şimdi onu haber siyaseti nazirligi işlep çıkarmaktadır. Vesika malumatının dünyaga Ukrayna Kıtayı kısmına ve yarımadaga berileceğini nazarda tutam. Украина Авропа бірлігі или бірлікті сыныр незареті әмелиятында башлады. Сыныр янындaki 15 вилайетте ве Киевде кечерілежектір. Деп білдіре іч ішлер назерлігінің матбуат қызметі. Әмелиятта радиотехник, территориаль бөліклер ве силялы құветлерінің хадимлері иштирак етежек. Бұның ile әмелиятқа Интерпол, Европол кебі халқара агентліклері де қошылажақ. Әмелият бұл сененің апрель 4-ден ноябрь 30-на kadar keçirilecektir. Санкт-Петербург метроосында олған патла себебінден Киев, Харьков ве Днепр шәрлерінде хавсызлық қарарлары алына. Метрополитен станцияларының полиция хадимлері, кинолог, патлав техниклері ве мили гвардия әскерлері незарет етежек. Амелият майысының 15-не қадар, яғни Украина пайтақтында кечірілежек. Евровидение 2017 ярышының бітмесіне қадар сүрежек. Мили полиция шубелі шейлеріні тапқан ватандашларны махсус хызметлерге хабер этмеге чагара. Украина Данимарканын бірдемлігі ве қол тұтывына ишана біле. Бұны қараличе екенжі Маргретте президент Петро Порошенко или Корошевінде білдірген еді. Донбасс вазиеті ве Минск анлашымалары Корошевның әсас мевзулары олған еді. Ато зонасындаки кергенлікні ве Русияге қаршы жазаларының сиясетіні музыкере еттілер. Порошенко зенаддашларына Украина мұстақылігі ве топрақ бүтінлігіне қол тұтқанлары үшін минетдарлығыны білдірді. Бұның еле ОБСЕ парламент ассамблеясы ве Авропа шурасында Данимарка ейтінің файлігіні қайт етті. Украинаға халқара пара фондының $1 миллиард қиметіндекі 4-інші келді. Пара ОМБ сапларында сақлы. Бұақта Малия Назиры Александр Данилюк өз Facebook сайфесінде білдіре. Бөлелікнен Мили банкының халқара едеклері $16 миллиард қадар артты.
Украина назерлер кабинеты тибиет саасында ислатларның кечерілмесі ақындаки қанунли халарның пакетini қабул етті. Весиқаларны парламентке бережеклер. Пакетте 5 эсас денішув қайдетілген. Эсасы девлет малие кефалеті ақындаки денішув. Сөз девлет бюджетінден оденілмесі мүмкін олған қызметве иләжілар ақында кетті. Муэссисянын башы Ульяна Супрун эминдер. Бұ денішувлерінің йолунен тибиет хадимлері үшін ләйік айлықларына ве халқара тибиет тедевилев протоколларына кечівіні теменлемек имканы пейда олыр. Сакура чечек ача. Закарпатьеде чечек ачылығы ве туристлер ақымы вақтында тереклерінің сақланылмасы үшін флешмобны башладылар. Чечек ачу вақтында инсанлар пытақларны қыра, ошчекімлері үшін чечеклерні дағыта. Тереклерге чықа. Гөнулелер флешмобқа қол тұтмаға чағыра. Сакура күнеш доғышы мемлекетінің тимсаледер. 2017 сенесі Украинада Япония елі оларақ илян етілген. Тантаналы тетбірлерінің черчевесінде Япония елчілігінің 2,5 Сакура адлы компаниясы башланды. Акция Украина территориясы бойынша тереклерінің сачылмасының назарға ала ве мемлекетлер арасында дипломатик мұнасибетлерінің 25 еллығына бағышлана. Бусене давамында Украина иқтисадияты 2 файызға артырajaqtır. Ама ислатлар вастасынен 2018 ве 19 сенелері ишбу кетешатны 4 файызға же артырмаға мүмкін олар. Бу Бутун Дунья банкның тахминадыр. Бутун Дунья банкның Русия, Молдова ве Украина ишлері бойынша мудиры пенсион ве сағлық сақлав системаларында ислатларының кечірілмесі зарури олғаныны қайд еткен еді. Бұның иле Донбаста селялы зидиетке бағылы чағырувлар себебінден топрақ чаршысының тәшкелетілмесі ләзим олғаныны білдірді. Бұның иле малие тәшкелеті Бусене Украина девлет боржының 90 файызға артайжағының тахмин еті. Евровидениеге енді аман-аман 27 бин билетні саттылар. Жемесі $1,300,000 $1,000,000 тәшкіл еті. Бұны Девлет телерадио комитеті рейсінің муавины Николай Билоус білдіре. Айтқаны кебі, ярашның азырлығы ве кешірілмесі вақтында чешіт мейданчықларда чалышаджақ. 900 гоннулы сайланылған. Оларны 38 мемлекеттен 12 бин инсан арасында сайладылар. Евровидениеге азырлық планлаштырылғаны кебі алып барала. Украинлилерге аман-аман 100 четтел мутихассысы ярдым әтті. Киев санасы 43 мемлекетінің темселжісіні бірләштірежек. Ярашның яры финаллары майысының 9 ве 10 бірінде. Финалы 13-де кечірілежек. Церемонія відкриття клубу Євробачення. Евровидение клубны началы штетбірі майыс біріне планлаштырыла. Он дұртуне қадар чалышаджақ. Евровидение шерчігі майысының дұрту, он дұрту арасында чалышаджақтыр. Матбуат меркезі апрелінің 29-ында açılmalı. Esas тетбір Қызыл ел қылысының açılması майысының 7-сіне планлаштырылған. Freedom House Украинаның демократия сасындаки терақиятыны қайдеті. 2017 сенесі сабатына көре дегер сабық коммунистик мемлекетлер арасында Украина, Молдова, Гурджистан ве Арменистан авторитар девлетлер сарасына кірмей. Қиметке сов бойынша Киев өзмев зымыны ондан еді ноқтасына эйлештірді. Сабат муэлифлері Украинаның махкемелерінің мұстақылығы децентрализация кебі кетешатларындаки муафақиятыны қайдеті. Бұның иле мемлекетте матбуат васталары ве ватандашлық жемиятының мұстақылығыны пекетмеге чағыралар. Украина Дунья гоннуллері әрекетінің меркезі олажақ. Го кэмп миқяслы тәсилей хасының черчевесінде 145 мемлекеттен аман-аман бин гоннуллі Украин балаларының инглиз тіліне огретмеге кележек. Украинаның әрбір регионында яз лагерлері тәшкіл етілежектір. Светлана Кучук шерчиктен келді. Ого кемте гонуллер или бірлікте çalışacak. Esas мақсады олажықның яны усулиятыны огренмектен ибарет.
Для мене, як для педагога, Оджа улып тілні білген инсанларның сербез конушув яқшы бір имкан олғаныны анлайым. Бүгін біздің лагерлерінің ішінен ежнебе тіл угретовның яна усулиетлері ile таныштырacaklar. Тілінің ойын шекілінде угретов усулиет мені пек мерақландыра. Оджалар үшін угретов эки басамақтан ибареттір. Башта аудиторияларда кечежек назарие қысмы олacak. Оджалардың инглиз тіліні ана суту ile менімсеген четелзен аддашлары çalışacak. Екінші басамақ вебинарлар. Білгілеріні пекетмеге имкан бережек онлайн тренинглер кечерележектір. Балаларны инглиз тіліне угретмек үшін майыс айында дүнияның 140 мемлекетінден бингонулы кележек. Тілден ғайры, четелден келген мұсафарлер күчік украинлерге мемлекетлерінің медениеті ве илмі ақында алатыжақ. Шымды верификациядан кечелер. Оларының анги ерлерге кетмеге істегенлеріні огрынмеге тырышамыз. Шархи регионларға кетмеге істеген күнілеріміз енді бар. Ве айдывамында язда олар мектеплерде балаларымызнен çalışacak. Яс лагерлері Украинаның әрбір регионында 611 мектебінде тәшкіл олынacak. Донецк ве Луганск вилаятлеріндегі оқу йортларына айырыжа диққат етілді. Украинаның незареті алтында олған территорияларда 90 мектеп селанылған. Леха черчевесінде 9000 баланы угретмеге планлаштыралар. Бұл сонки хаберіміз еді. Ратлық күнелеріңіздің гүзел тарзда кечеріңіз. UATV ile қалыңыз. Көрішкенже.